Солтүстік Қазақстан облысынан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қостанай облысына барды. Президент өңірдің су басқан аумағын тікұшақпен аралап жағдаймен танысты. Артынша тасқыннан зардап шеккен ауыл тұрғындарымен жүздесіп, мемлекет тарапынан барлық қажетті көмек көрсетілетінін жеткізді. Үйі жарамсыз деп танылғандарға қысқа дейін жаңа баспана берілмек. Президент күзде барлық құрылыс жұмыстарын аяқтап, апат салдарынан толық жою туралы үкіметке тапсырма бергенін айтты. Сонымен бірге су тасқынының салдарын еңсеру үшін әр аймаққа елдің ірі кәсіпкерлері жауапты болады. Қасым-Жомарт Тоқаев апатқа бейжай қарамай жанашырлық білдірген барша жұртшылыққа алғыс айтып, осындай қиын кезде халықтың бірлігі айқын көрінетінін атап өтті. Бәріміз бір ел, бір ұжым болып, осы қиындықты міндетті түрде еңсеруіміз керек. Енді зардап шеккен адамдардың мәселесі біздің назарымызда әрқашанда болады. Әрбір адам үкіметтің назарынан тыс қалмайды. Барлықтарына біз көңіл аударамыз. Бәріміз енді ел болып бірігіп, міндетті түрде осы топан судың салдарын еңсеруіміз керек. Кездесу барысында президент ақбөкендерді атуға тыйым салынатынын, бұған дейін қабылданған шешімнің күші жойылатынын айтты. Сонымен бірге Қасым-Жомарт Тоқаевқа облыс әкімі Құмар Ақсақалов өңірдегі қазіргі ахуал бойынша есеп берді. Қазір 6 аймақта төтенше жағдай жарияланған. 492 ауылдың 11-ін су шайған, 4 көпір мен 7 жол учаскесі су астында қалды. 1414 электр бағанасы бүлінген, салдарынан көлік қатынасы қиындап, 13 елді мекенді электр энергиясымен қамту кезінде проблема туындады. Сонымен бірге мемлекет басшысына Қаратомар, Жоғарғы Тобыл және Желқуар су қоймаларының жай күйі туралы есеп берді. Құмар Ақсақалов өңірдегі бөгеттерді бекіту мен инертті материалдарды төгудің нәтижесінде Тобыл қаласын, Амангелді ауданының барлығын және басқа да елді мекендерді су басу қаупінен сақтап қалу мүмкін болғанын атап өтті.